далға дейтін әдемі болып тұр ғой. Мен қазір өзімнің матигамды алып сыра жұмысқа шығайын. Ема, қазір айдың соңы айлық түседі деген сияқты. Ема, все, қазір өзім жұмысымды жасап алайын. Яқта карточкаларды кім сындырып тастаған, топастар ма бірдеңе ғой, вообще дейтін бар ғой. Былайынан қойып тастайын, все, мына жақтағы сәбізді кім алып тастаған, Ай, оңбағандар. Мынау сінес, мынау кемпір қосақ мынау. Мам. Чего мынау? Мынау стекло ғой яшин. Ассаламалейкум достар, қалдарың қалайсыңдар? Бүгін менің жаңа видеома қош келдіңдер достар. Егер кім менің барыма бірінші кіріп атып, лайк басып кеттіңдер. Короче, ойлаңдаршы, мен кәдімгі далаға шықсам, достар, какой-то біреу мындай кемпір қоса салып кетсе үйіме. Ойлаңдаршы, какой-то біреу, білмеймін мен кім саған, әрине. Жеттел, сен ба мынаны саған? Мен не, басқа істейтін затым жоқ па, басты ауыртпаш. Соны сұрайын деп жатқанмын, сен басқа істейтін затың жоқ па, сен емес па істеген? Жоқ дедік қой, сұрай бермешеш, бол тікетші бар. Ой, мақылды, не болды сонша грубо сөйлеп. Достар, ойлаңдаршы, мынаяқта кәдімгі мынада ойлаңдаршы, мынаны стеклодан кәдімгі әйнектен мындандай қылып, яғни үйіме дейтін, яғни не істеген, әрине достар, осындай бір кемпір қосақ салған, яғни радужна деймін, дейтін сондай общем. Достар, енді бұның не үшін салған білмеймін, хотя менің рұқсатымды сұраса, мен әрине қуана беретін едім, бірақ хотя еді не үшін жасағандарын білмеймін. Сен емес па мынаны жасаған? Не, содан сен үйіңе зат жасаудан басқа мен не жұмысым жоқ па, басты ауыртпаш, шақпас, топпас. Мақылы үйтіп грубо сөйлеудің қажет жоқ қой? Көп сөйлеме, құра бар. Ой, мақыл құрыштар. Достар, сондай енді налардың бәрін алып тастау керек сияқты. Өйткені менің бірақ алмай қояйын. Қалай ойлайсыңдар? Алайын ба, алмайын ба? Достар, алмай қояйық, лучше дейтін, давай, алмай қояйық. Кстати, білесіздер ма, қазір мен дейтін несетімді, қазір мен бірінші өзімнің ең барлығы бар екен, мен әпсем. Короче, бүгін біз несетімізді білесіңдер ма, достар, егер сендер менің арнамда көп видео шыққан қалайтын болсыңдар, онда менің арнама бірден тікелей кетіңдер, яғни подписка кнопкасын басып, қасындағы колокольчикті все қойып кетіңдер. Өйткені сендер менің жаңа шыққан видеомды жібере алмайтын боласыңдар. Ендеше бәріңе рахмет, давай достар, барлығымыз арнама тіркеліп кетіңіздер және тезірек 1000 подписчикке жетейік. Ендеше достар, біз видеомызды қарай кеттік. Әрине білінбейсіңдер. Өйткені мен ештеңе істемеймін бүгін десең. Чего? Сендерді көріп түсінер ма, жақта дейтін, лавам қайда мен, лава қайда мен суықтан өлем ғой мен ерте күн дейтін, лава, чего достар, мұн жақта лава жоқ, ойлаңдар, мен түсінем да, хотя мына жерге енді кемпір қоса салып кетсе өте әдемі қылып, бірақ менің лавама не ақ десе дейді, ерте күніме қар жауса білесіздер ма, күн жаман суыйды енді бұл Майнкрафтты бағасын, енді қыс енді кеш келеді, сол үшін қазір білмеймін ертең күні қар жауатын болса мен күн суықта қатыра өлем ғой мен дейтін, давай мен қазір бірден мен қайттан өзімнің лавамды істеп тастау керек, мен дейтін бар ғой, өзім яғни лана жерге қайтадан лава қою керек, мына жерде ашып тұрсар. Өйткені ойлаңдаршы, болмайды, ертең күн дейтін, қыс келсе вообще болмайды, давай сразу. Ашайын, все, былайынан мен осы жерге қоя. Не мынау? Чего сар? Мынау сіз көріп түсінер ма? Мынау ашылмайды ғой. Все. Чего сар? Чего? Көртсінер ма сендерде? Не мынау? Достар, қарандаш нақта. Чего, достар? Мына жерде қызыл блок банау? Немене беледі достар? Мынаны пайда түсіп көру керек сияқты. Чего? Мен үйімді астында не істеп тұр мынау? Мынау снес? Мен вообще білмедім бар ғой, не істеп тұрған оның жақтарда. Немене білесіңнен қарандаршы, мына жерде кәдімгі радужный, кәдімгі кемпір қосақ сияқты тұр ғой, бөлмей ма, немене мынау? Сәлем Шайзы. Ойбай, сәлем. Ма, сен дейтін не киім киіп алғасың не? Мына жерде сен... Емезе, тыңдаршы. Сен не істеп менің үйімде? Топас шақ бұл үйден. Қалай топас? Мен вообще-то сен білесің ба? Бұл, сен, кімнің үйін, не сен? Не, айтсаш, не дегенде ше, короче, яғни сен менің үйімнің астына сен дейтін өзіңнің какой-то үйіңді үйіңді салып қойғасын, топассың ба, не алып салдың бұл үйді? Саған кім рұқсат берді бұл үйді салуға? Маған бірін рұқсат керек емес, өзім рұқсат берсем болды. Не, чотам?
Не чотам деген сен. Давай мынаның барын алып шық, менің үйімнің астынан біреу тұрғанын қаламаймын. Давай сол кезде сол үшін давай мына жерде бәрін алда кет бол. Қалай кетем? Кетпеймін мен дейді. Мықты шығарсың сен. Иә, мықтымын, а чо? Мықтымын. Кетпей-ақ қойыншы. Жоқ, кетесің, қуасың ба? Мен қалам келмейді, что біреудің менің үйімнің астынан біреу өмір сүрген қалам келмейді. Лучше сен өзің бұл ауылдан кетесің ба? Ол жағын білмеймін мен де дейтін, өзің білесің не істейтінін әрине. Бірақ, яғни менің үйімнің астынан сен мына жерден шығуың керек. Обязательно шығуың керек. Мына заттардың барын алып кетесің, түсіндің бе? Шайсы, короче, түсіңдерші, енді мына заттарды алмай-ақ қойыншы, енді бұл жерде мен базар ашайын деген ғой енді. Не болды сонша? Не болды сонша дегенде сен қайдағы базар қуасың ба? Жетелдер қалай түседі бұл яқа еще дейтін, қуасың ба? Мен негізі ойлағам, что мен бұл заттардың барлығын саған сатамын деп енді. Сен алат жарсын деп ойлағам ғой мен. Ойласаң енді білмейме, короче, давай бәрін алып кет, әйтпесе мен полиция шақырайын ба? Не істейін? Жоқ, полиция шақырма, өтініш. Мен енді ғана бизнес ашып едім, енді сонша бір енді жас кәсіпкерлерді қолдайық та, Тоқаев айтқан жоқ па, қолдайық деп. Қолдасаңдаршы бізді енді. Бұл құмаш, бұл Майнкрафт қой вообще. Майнкрафтқа ұмытып кеттім, кешір. Короче, давай, алдап бәрін кет болды, короче, көп сөйлеме, давай шық болды кет. Давай, мен бәрін алып кетуім керек пеші. Давай, бүйтейікші, короче. Сен мен бұл жерде өмір сүрмеймін, бірақ заттарым тұра береді. Если ол жерге базар ашамыз ертең көне салдың, саған 10%-ын саған беріп отырам, давай ма? Короче, бас ортпаш, қайда 10% мықты шығарсың, давай, алып кет, барлығын алып, давай, кет мына жерден. Давай, хотя бүйтейікші, давай. Сен егер осы магазинді сатып ал, мен саған арзанға беріп жүрмін осы магазиннің барлығын. Магазиннің барлығын маған беріп жүресің. Давай, қанша изумрудқа бересің, давай, нормально сөйлесейік, сосын беремін саған. Қанша дейсің ба? Давай 15 изумрудқа келісейік та, яғни 15 изумруд беретін болсаң, мен осы магазин саған тастап кетемін, и мен бұл жерге қайтадан оралмаймын. Қайтадан оралмаймын дейсің ба? Давай, онда мен қазір келемін, давай ма? Бол тезірек. Давай. Достар, ойлаңдаршы, какой-то біреу менің үйімнің астынан біреу өмір сүреді екен, да? Қазір менде менде жер 15 деді. Так, 15 деді. Бізге 15 аламыз. Достар, ойлаңдаршы, яғни мен жерде магазинді сатып алайын деп отыр. Мен ойымшы сұраған жерде одан да қымбат заттар барсақ, хотя көреміз, ол маған арзанға беріп жібергісі келіп тұр. Өйткені ол менің үйімнің астында өмір сүреді. Бұл дұрыс емес, біреудің үйінің астында өмір сүрген. Сөзіміз қазір дейтін. Все, житель, мен вот, менде 15 изумруд, қазір осы изумрудтарды аласың да, сен ол жерде сразу жоғып кетесің. Давай ма? Болды, берсең жоғып кетемін ғой, сразу фак кетіп ше. Давай, мен ал. Все, шайзы, ендіше қош бол, Ема, тез кетіп қалама. Достар, короче, ойлаңдаршы, анау дейтін бір жерде баяғы кетіп қалды, енді қайда кетіп қалғанын білмеймін, сразу қашып кетті, изумрудын алып. Короче, ойлаңдаршы, енді мына жерде қаншама заттар бар, қазір мынаның бәрін қолданып көретін боламын, яғни мына жерде Adidas дейді ма? Ойбай, Adidas дейді ғой, ойбай, мынаны қараңдар. Мына киім қалай жараса ма, жараспай ма, жазып кеттерші комментарияға. Ойбай, мынау дейтін не куртка мынау тұсар, мен түсінбедім мынау. Бірақ қыстың күні жылы болады, өте әдемі сияқты сұрап ойлаңдар, жазып кеттерші комментарияға. Жазыңдаршы шынымен сұрап, өйткені жерде яғни қыстың күні бұл шынымен әдемі тұрады сияқты менің ойымша. Сендер де өз ойларың жазып кеттіңдер, сендердің ойларың қызық. Короче, мына жерде қызылдардың ішінде тек қана жерде мынандай не дейтін кровать тұр, енді осы мен Adidas тұр екен. Менің ойымша Adidastың өзі нормально ақша тұрады, сол үшін бұл нормально екен. Бірінші мынау қызыл андайсы өте керемет. Мына жерде светильник тұр. Қосып өшіруге болады екен, қоса салайық. Мына жерде отыратын орындық тұр екен, Мынаны барлығын өзімнің үйіме алып кетейін, бәріне сиятын болса. Мына жерде мотоцикл тұр ғой да, кәдімгі, базар жоқ. Мынаны далаға шығып, мен көтеріп, қазір далаға алып шығып, мынаны отырып көретін боламыз. Бұл істейме, біз алдап кетті ма деген сияқты осыр. Жоқ, істеп тұр барлығы. Қандай, ойнар ма, істеп тұр екен барлығы. Деп. Мынаны қараңдар, сендер біздің бірден көрсем, мынаны қараңдар, кішкентай бала емес, бірақ кішкентай бала. Ой, қандай, ұмытып қалдым мен дейтін ше. Ой, қандай ұмытып қалдым мен дейтін. Мағысар, мындай жасамай-ақ қойсар, мен ұмытып қалыппын. Давайте, бізге бұл негізі өте керемет, керек мотоцикл бізге дейтін, мен үлкен рахмет, шетелге әрине сара. Қазір астыңа түсіп, тағы да бізден не заттар бар, соның бәрін қарайтын боламыз. Қазір астыңа түсейік. Түсей астына, ешек бас түсей. Ой, түсей, вот.
мына жақта бізде мынандай криперлердің басы бар екен, криппердің басы ема шешіп криппердің басын киіп алайық. Мен енді шейз емес, мен криппер баспын деп. Базар ондай сәл мықты прикол емеспін, приколчик емеспін сірә. И мына жақта кровать бар емес, кровать емес, походқа шығасың ғой, типа демалысқа шыққан кезде, яғни осындай жерде, осындай жататын жерде жатуға болады. Бұл менің ойымша өте керемет. Я мағыл, мына жақта акула тұр, мына жақта маска мынау, немене мынау? Кән. Алып көрейікші. О, мынау. Көзімді де жауып қалды ғой, мынау дейтін бар ғой. Қайта орнына қоя салайық, бізге керек емес сандайсыздар. Қайта масканы қоямыз. И мына жақта көршілер ертең күні ананы алып алып. Ой, осыны тартсаң дейтін біреулерге не ұйқы бермейді жақсысын, еще электрон ема сондай ғой. Мағылсыз сыра. Отыратын тағы да отырмайды деген бірақ ше. Мағылсыра отырмаса отырмай қойсын. Мына жақта бізде акула деген бізде кішкенде ғана сурет бар екен мақыл. Мына жақта мына жерде жаңа 8-ден 54-55 дейді, яғни осы жерде бір какой-то будильник бар, бірдеңе жатыр, сағат десем не болады. Енді мына жақта қараңдар, ойбай, радужи дейтін кәдімгі қылыш, мына жатыр, оның өздері қымбат тұрады жүр, қазір көреміздер бұлардың күштерін әрине. Мынау дейтін кәдімгі мықты сияқты ғой. Қайта өз орнына қойып тек, мынаны жабасылайын аны, мен аны қайда қоятын ем? Осы жерге қоя саламыз. Мұнан қараңдаршы, мына жерде қылыш бар ма? Қылыш деп отыр екен, онан қараңдар. Радужный топор дейді. Қараңдаршы, не деген өте тесіндірді менің ойымша. Мынау яғни алмазанда мықты сияқты. Өздері ойлан жазып кетер комменттерға, менің ойымша алмазанда мықты сияқты. Все, наны аламыз, наны сосын Бұлайынан қойып шығатын боламыз қайттан. Все. Достар, бүгін видео егер сендер ұнаған болса, сразу лайк басып қанатты ұмытпаңыздар. Бүгін достар видеода, яғни өзіміз дейтін шетелдерді, яғни үйімнің астында өмір сүрген бір шетелді тауып алдық, және де оны магазиннен сатып алдық. Осымен видеомызды аяқтаймыз. Сіздермен болған бүгін шейз, осымен видеомызды аяқтаймыз. Лайк басып қанатты ұмытпаңыздар, және жақсылық жасап жүріңіздер. Салыңыздар.